Қоқыста өскен қайыршы қыз. Алматы, барахолка базары. Адамдар ол жерде өте көп. Бірі саудагер болса, бірі қарапайым халық. Енді бірі мына біз сияқты қайыр тілейтіндер. Әлде біреуміздің арнайы орнымыз бар. Күнделікті бір жерде ғана жүреміз. Біздің де өз шекарамыз бар дегендей. Мен базардың қайыршысы болсам, басқасы мешіттің жанына қайыр тілеп жүреді. Үсті басым кірлеген, түрім әбіршіп кеткенмен, өткен кеткеннен, жалынышты көзіммен, олардың аяушылығын тудырып, қайыр сұраудамын. Кейбірі ұзақ тиынын берсе, енді бірі ол тиынды да бермей кетеді. Сол бір тиын үшін әбден соққы жейтін бізді олар қайдан білсін. Күнге күйген денемізден соққының ізі көрінбейді. Әрі ұзын шұбырған ескі құсқа киеміз. Қайдан білсін бізді таяқ астына алатынын. Мені елдің бәрі аты өшкір Сыйган деп біледі. Олай атауларды дұрсақ. Бала кезден көше кезгенмен күнге әбден қақталып, дұрыс тамақта жемейтін менің Сыйганнан еш айырмашылығым жоқ. Мен дүниеге келгенде басқа балалар сияқты перзентханада емес, қоқыстардың арасында туылған екенмін. Маскүнем анам мені асырамақ түгілі сол қоқысқа өлтіріп тастап кетермеді. Бірақ Алла маған өмір сыйлап, Сыйган әйелдері бом жанамды байқап, бір шөлмекке айырбастаған. Менің көк тиын құным болмағаны осыдан ақ белгілі. Шыны керек, қазақша сөйлегенге өзімді қазақпан деп ойлап жүрсем, ал мені анам кімнен көтергені белгісіз. Өмірге келе сала өз анамнан жырақтаған мені Сыйган анамның жүрегінде мейірімі бар екен. Негізі Сыйган халқы жаңа туған балаларын еш уақытта көшеге алып шықпайды. Көшеде қолдарына ұстап, қайыр сұрап жүретін кішкентай бейкүнә сәбилер өзгенің мен сияқты тастанды немесе ұрланған баласы. Сыйган халқы сырт көзге сондай мүсәпір жан болып көрінгенмен өте жауыз, мейірімсіз, ең лас халық дер едім. Алла да бұл халықты жек көретін білемін. Бұл Сыйгандар қай аумақта өмір сүреді, сол елдің тілін, дінін жатқа біледі. Арнайы бастық сымағымыз қай елде тұрамыз, сол елдің тілі мен дінін оқытады. Не үшін Сыйган анам мейірімді дегенді түсіндірейін. Негізі Сыйган әйелдері тастанды, ұрланған балаларды аяусыз мүгедек етеді. Тіпті мен сияқты құндақтағы сәбилерге сүтке есірткі қосып береді. Күні бойына ұйықтап, қайыр тілеуге кедергі жасамас үшін. Жаңа туған бала организмі есірткіні 2-3 ай қабылдаған соң көп ұзамай өлім құшады. Мен де солай өлім құшар едім. Бірақ Сыйган анамның арқасында аман қалған тегі жоқ пендемін. Менің бұл өмірде барым да, жоғым да туған анама маңызды емес. Сондай тозаққа түскенімді бәлкім сәби жүрегім сезген болар. Мүлдем жыламаған екенмін. Тек қарным ашқанда ғана дыбысымды шығарып, күні бойы ұйқының құшағында ұйықтай береді екенмін. Жасқа толғанда да өзге балалар секілді жыбырлақ болмай, тек тыныш Сыйган анамның қойында отырады екенмін. Бәлкім әлсіз болған шығармын. Сыйган анамның өмірі де мәз емес. Тамақ дегенді өте аз жейді. Мені бауырына басып, өлтірмей асыраған үшін кейде рахмет дегім келсе, кейде бұл өмірден түңіліп кетемін. Өзімді өлтіре де алмаймын. Біз тапқан табысымыздың бәрін бастығымызға өткіземіз. Ол одан үлкен басшыларға жібереді. Еңбекпен тапқан ақшаларды жоғарыдағы барон деп аталатын басшы алады. Ол ақшаға Сыйгандардың үлкен ғимараттары салынған қалашығы бар. Сол жақта емін-еркін өмір сүреді. Дені сау еркектері ешқашан қайыр тілемейді. Заңсыз жұмыс жасайды. Тек мүгедек, пайдаға жарамайтын еркектер болмаса, әйелдер де қайыр тілейді. Бірақ жағдайы төмен әйелдер ғана. Ал сөзге шебер, ұрлыққа жақын, пал ашатын, дуа жасайтын, олардың әлемі бір бөлек. Кейбір Сыйган байдың ерке қыздарда қайыр тілейді. Күнде емес. Әрине, өздерінің бір уақыттары бар. Сынақ секілді, бір рет шығып, сосын жоғалып, кейде тұрмысқа шыққан соң қайыр тілеуге шығады. Ол да ұзақ емес. Әйтеуір сондай қайыр тілемесе жамандық болады. Үнемі аштықта өмір сүретін біздер қарнымызды тойдыру үшін асхана болсын, кафе болсын, жуынды төгетін жерлерін бір көзімізбен аңдып жүреміз.
екінші көзімізбен көшеде кетіп бара жатқан адамдардың қолында жеген пирожки самсасын аңдимыз. Шіркін-ай, қолындағы тамағын бізге берсе екен, немесе жартысын жеп қоқысқа тастай салса екен деп сілекейіміз шұбырып, көзімізбен ішіп жеп баратын күндеріміз аз десем жалған айтқан болар едім. Арамызда ұрлық жасайтындар да бар. Ол үшін ептілік керек. Ал ол ептілік менде жоқ. Қайыр тілеп тапқан ақшаны кім көріп жатыр? Неге содан түскен ақшаға тамақ алмайды екен дейтін шығарсыздар. Бізді сыртымыздан үнемі бақылап жүретін адамдарымыз бар. Бір жағдай болып қалса, бізді тәубемізге келтіреді. Бірде қайыр тілеп тапқан ақшамды қасымдағы Мұхниса есімді қыз, қарны қатты ашқан болу керек, ыстық пирожки алып жеген еді. Кешке бізге үлкен жиналыс жасап: «Әй, қайыршылар, тыңдаңдар, соңғы рет айтамын, тағы да қайыр тілеп тапқан ақшаларыңды жұмсасаңдар, мүгедек қыламын», деп ақырған басшымыз қасындағы жүрегі жоқ нөкерлеріне Мұхнисаны жазалауды бұйырады. Кешірім сұрап шырылдаған Мұхнисаның аяқ-қолын темірмен ұрып, көз алдымызда мүгедек етті. Бір пирожки үшін әбден соққы жеген байғұс қыз бір ай жоғалып кетті. Басқа жерге апарып емдеген болу керек, өйткені тірі қалуға міндетті. Мүгедек болып ақшаны көп табу үшін керек. Бір айдан соң тобымызға қайта оралған Мұхсинаны менен басқа қуанып ешкім қарсы алмады. Бала кезден бірге өскен құрбым ғой, әрі орнымызда бір жерде. Сондықтан Мұхсинаның арбасын мен итеріп әкеліп апарып жүрдім. Ақшаны кешке тапсырамыз. Соның өзінде бізді басшымыз денемізге омырау мен белден төмен жерге қолын салып сипалап шығады. Ақша тығып қойды деген оймен, әрі басқа да арам оймен. Сосын: «Так, сен қыз пісіп тұр екенсің, менімен бөлмеге жүр» деп алып кетеді. Ары қарай белгілі. Уақыт өтіп жатыр. Қай күн немесе жыл дегенге біз мән бермейміз. Әйтеуір күн мен түн өтіп жатыр. Біз білеміз, жаз бен қысты көшеден ақша, қоқыстан тамақ тауып жеген біз үшін керемет күн. Кейде қоқыстан бір тістеп тастаған самса немесе пирожки тауып алсаң, үлкен олжа. Соны тауып алғаныңды кешке жатарда қасындағы қыздарға мақтанышпен айтасың, құдды алтын тауып алғандай. Бір күні басшының маған қарап: «Сен де піскен екенсің, бөлмеге бара бер», деді. Жылап жіберген мен: «Ешқандай ақша алмадым. Шын сөзім, ақша алмадым. Бар ақшаны қолыңызға бердім», деп шынымды айтып жатырмын. Басшымыздың жасы үлкен, шашына ақ түскен, 40-тан асқан еркек көзбен айтқанда, нақты жасын білмеймін. Менің бетіме қарап күліп жіберді. «Сені ешкім жазаламайды, саған керемет түн сыйлаймын», деп арсыздана күліп қойды. Мен әлі де ештеңе түсінбей, аяқ-қолым діріл қағып, басшының бөлмесіне бара жаттым. Күнде қыздардың жылағанын естимін ғой. Енді не болар екен деп, жүрегім дүрсілдеп, кеудемнен шығып кетердей аяқ дыбысы естілді. Басшы келе жатыр. Әр басқан дыбысы естілген сайын қорқыныштан жылап отырмын. Бөлмеге кіре сала: «Қане, шешін». Мен қорыққаннан қалшылдап жылауымды қояр емеспін. Оның ашуына тиген болуы керек, шапалақпен бетіме тартып жіберді. Өзі іріп тұрған киімдерін тартып қалғанда жыртылып, мен қарсыласып бәрібір ол өз дегенін жасады. Мен де басқа қыздар секілді шашым бобырып, әрең жүріп, өз төсегіме келіп жылай бердім. Өгей анам болса: «Енді сен бой жеткен қызсың, басшыға қарсы шыға алмаймыз. Қарсы шықсаң мүгедек етеді. Енді сен менің тілімді алсаң, жағдайың жақсы болады. Ол үшін мен үйреткен нәрсені жасап, басшыны өз құрығыңа түсірсең болады», деп мені жұбатып жатыр. Не де болса өгей анам ғой. Мені қорғағысы келсе де қорғай алмайды. Өзі де жетім қыз болған кезінде. Менің күйімді ол жақсы біледі. Менің жасымда жүкті болған өгей анам өз баласынан айырылған екен. Сонан кейін бала көтерсе, шөп тәрішіп түсік тастап отырған. Ал мені тауып алғанда, өз анам қоқысқа тастағалы жатқанда, Алла маған жолықтырған. Мені өсіру үшін де біраз қиындық көрген өгей сиган анама қайран қалдым. Өгей анамның ұсынысын қабыл алдым. Қабыл алмай қайтейін. Аштықтан құтылып, қарнымның тоқ болғанын ойладым. Шыны керек, менің өңім үсік ұрған күзгі жапырақтай қатып семіп қалған. Ойлайтын шығарсыздар, неге қашып кетпейді, немесе полицияға бармай ма
дейтіндерге айтып кетейін. Біздің ортада, яғни қайыршылар қашатын болса, саған қарғыс айтылады. Оны ішіміздегі үлкен дуана кемпір бар, сол жасайды. Ол дуана басшыдан кейінгі адам. Оның міндеті біз сияқты жас қыздардың қолын ұстап, жүктілігімізді анықтап, кейін босандырып алады. Сонымен мен байғұс тамақ үшін өзім сүйретіліп басшыға бардым. Аузымнан әрең дегенде, сізбен бүгінгі түнді өткізсем бола ма дегенді 10 рет бөліп айтқан шығармын. Әлемдегі жалғыз еркек сол сияқты. Ол маңызданып, ойланып көрейін, кешегі түн ұнап қалған-ау, Менде үн жоқ. Басым салбырап, төмен қарап тұра бердім. Қане, отыр, тамақтанып алайық дегенде, басымды жұлып алып, қарағанымды әлі күнге дейін ұмытпаймын. Шындығында бізге ешкім тамақ бермейтін. Көшедегі қоқыстан жеуге жарамды тамақ болса жейсің. Онан қалды сауда жасап тұрғандардан сұрайсың, кейде береді. Бірақ көп аса олар маңайларына жолатпайды. Өйткені сыйғандарды олар жек көреді. Қара сиқырмен, ұрлықпен, гипнозбен арбап, ақшаңды сыпырып кететін сыйғандарды кім жақсы көрсін? Басшының көңілін табу өте қиын екен. Ол жерде жалғыз мен емес, менде өткен сұлулар, айлакерлер толып жатыр. Кәдімгідей басшыға бола төбелес шығаратындар бар. Қайбір оған қызығып таласып жатыр. Бөлмесіне барып, дәмді, ыстық тамақ ішу үшін ғой. Қыздардың бұл қылықтарына мәз болған басшы. Қане, төбелесті доғарыңдар. Бәріне бірдей жетемін. Енді сендермен екшеуден жататын болам, деп басу айтқандай болды. Менің ол кезде аяғым ауырлаған. Иістерден жүрегім айнып, мазам болмай жүрді. Жүкті болғанымды білген басшы бөлмесіне кіргізбейтін болған. Өйткені басқа жақтан жаңа бойжеткендер келді. Солардың әуресімен жүрген басшыға менің қызығым қалмаған. Басшымыздың қызығушылығы кеткен біз сияқтыларды бізді күзететін еркектер қалағанынша пайдаланады. Біз пайдаланса, пайдалансын. Болса да сау жеріміз қалмады. Ал мүгедек болған Мұхсинаның қандай жазығы бар екен. Аяқ қолы жоқ, жарымжан қызды жырқыратып білгендерін жасайтын айуандарды жазалайтын жан жоқ. Арада айлар өтіп жатты. Мен көтерген бала түсіп қалса екен деп тіледім. Бірақ құрсағымда жатып, өсіп жатқан сәбиім жарық дүниеге келуге асығып жатыр. Әлі дүниеге келмеген қошақанымды сипалап, жылап аламын. Мына өмір бәрібір бұл балапаныма бақыт сыйламайды. Мен сияқты көше кезген қайыршы болады. Айы күнім жетіп, өмірге қыз бала келдім. Өте әлсіз, ауру болып туылды. Ешқандай күтім көрмеген мен денсау бала тумайтыным анық. Туған бойда бала сатып алушылар келген еді. Бірақ менің қызымды ешкім алмады. Менен басқа бір-екі бұрын туғандардың баласын еріксіз түрде тартып алып жатты. Алмаған, сенің жолың болды, мүгедек балаң өзіңе құт. Енді ақшаны мол табасың деген басшымызда жүрек жоқ. Тоя тамақ ішпейтін, менен сүт те шықпай, қызым шырылдап жылай беретін. Бауырыма басып, құшақтаған күйі қызыма сыбырлаймын. Ботамай, жыламашы, ертең көшеге шығамыз, қарныңды тойдырамын, деп сөзімді сыбырлап айтамын. Қарны ашқан сәби оны қайдан түсінсін, шырқырап жылай береді. Баланың даусына жүйкесі тозған басшымыз, ана баланың үнін өшір, әйтпесе өзім өшіремін, деп айқай салды. Туылғанына бір күн болмай, көшеге қайыр тілеуге шықтым. Қолымда бөтелке бар, ішінде есірткі қосылған сүт. Оны өздері дайындап берген. Ешкімге көрсетпей төгіп тастағым келеді. Қызыма берсем, одан мәңгі айырыламын. Сыйған анамнан талай естіп, көзбен көріп келемін. Жаңа туған сәбидің мәйтін талай жерлеген жас аналарды. Солардың күйін кешпес үшін қолымнан келгенше тырыссам да, ауру қызым шырылдап жылай береді. Ернім кезеріп, көз алдым қарауытып жүрсе де, сүт шықпайтын омырауымды қызыма, құлыным, қоректеніп алшы, деп жалынумен боламын. Кішкентай сәбиім ашқарақтанып, омырауыма жабысқанда, алпыс-екі тамырыма тоқ жүргендей қиналсам да, сүт шықса екен деп тілеймін. Аш құрсақ менен қайдан сүт шыға қойсын. Әріден омырауым жарылып, тілінген жерінен қанда байқалады. Қызым үшін шыдауға тырысып жатырмын, бірақ болмай жатыр. Қарны ашқан сәбиім көшеде шырылдап жылай берді. Бізді аңдып жүретіндер жұдырығын көрсетіп қояды. Мен шарасыздан қызыма есірткі қосылған сүтті беріп жаттым. Іштей, Құдайым,
балапанымды сақтай көр, кешірші мені, ботам-ай, деп жылап тұрмын. Сүтті ішкен бойда балапанымның дыбысы шықпай қалды. Қарнына сүт барған сәбиім ұйқыға кетті. Әлсін-әлсін қарап қоямын. Пысылдап ұйықтап жатыр. Құшырлана иіскеп қоямын. Қандай керемет еді. Сәбидің есі сондай ғажап екенін сол кезде ұқтым. Кешке қарай сүйретіле тобырға қайттық. Іштегі дуана кемпір баламызды шомылдырып береді. Бетіме бажырайып қарап: сәбиіңнің ғұмыры тым қысқа. Сен бұл тобырдан қашатын ойың бар екен. Қашып кетсең де, сен бақытты болмайсың. Сенің маңдайыңа қайыршы болуды жазған. Мәңгі қайыршы боласың. Әлі де кеш емес. Қашуды ойлама. Қашатын болсаң, қарғыс айтылады. Бұл сөздерін естігім келмейді. Бар ойым сәбиімнің жағдайы еді. Иә, іштей жоспар құрып жүрген едім. Бұл тұзаққа шыдау мүмкін емес. Кім үшін жүрмін мен деген сұрақты өзіме жиі қоямын. Қарғыстар өздеріне. Енді шыдамым қалмады. Реті келсе балапанымды алып қашамын. Ол үшін де білдіртпей ақшаның үстінен алып, дәретхананың ішіндегі бір қуысқа тығып жүрмін. Арада бір ай уақыт өтті. Ал менің бөбегім есірткі қосылған сүтті ішіп жүр. Бермесем амалым жоқ. Мені өздері қадағалап, бөбегімді сол қарғыс атқыр сүтті ішкізуге мәжбүрмін. Бәрі де кәрі айуанның бұйрығы. Өз қаны болса да, күнәсіз сәбидің әкесі екенін еш уақытта мойындамай: мына бәлені қай жерін қорғаштап жүрсің? Ауру қызың бәрі бір өледі. Давайте, сүтті бер, кайфпен ұйықтасын. Осыдан сол сүтті бермей көр, сәби екеніне қарамаймын. Аяқ қолын сындырып, мүгедек етемін. Ішіңнен шыққан сәбиіңді көз алдыңда шырылдатып, аяқ қолын сындырса, қай ана шыдай алар еді? Бұл айуандарда жүрек жоқ. Талай бейкүнә сәбилердің көз жасына қалған малғұндар ғой. Бір ай бойы есірткіге уланған сәбиімнің жүрегі өмір сүруін тоқтатты. Ал мен қошақанымды ұйықтап жатыр екен деп, күні бойы құшағыма салып жүре бердім. Кешке келгенде дыбысы шықпайды, не қимылдамайды. Пысылдап дыбыс шығаратыны да бар еді. Оны да сезбедім. Дереу дуанаға бардым. Ол болса: енді көшеге жалғыз шығасың. Бір кедергіден құтылдың. Енді балаң жоқ, дейді. Сәбиімнің өліміне шыдай алмаған мен кәрі кемпірдің бобыраған шашынан тартып ұра жөнелдім. Жауыздар, қарғыс атсын сендей айуандарды. Көзімнен жасым тиылмай, өлі бөбегімнің денесіне қайта жабысып, соңғы рет құшағыма қысып үлгердім. Кәрі айуан іштегі айқай-шуға жүгіріп келіп, менің шашымнан сүйреп ортаға шығарды. Бәрінің көзінше жазаламақ. Енді біреуі тепкінің астына алды. Қол-аяғыммен өлі сәбиімді құшақтап, сол жерде өліп кетсем екен деп тілеп жатырмын. Қанша соққы жеп жатырмын. Сонда да қошақанымды қолымнан тастамадым. Ана болған, ол жердегі әйелдердің жүректері қан жылап тұрған сезіп тұрмын. Араша түсуге ешкімнің батылы жетер емес. Тек өгей анам жалынып, кешіруін сұрап жатыр. Бет-аузым қан жоса. Соның өзінде қошақанымды құшағымнан босатар емеспін. Кәрі айуанның иттері. Бәсеке, мына қатынды тірілей көміп тастайық, енді қайыр тілеуге жарамайды деген сөзді әзер естіп жатырмын. Басшымыз айналасына қарап: көрдіңдер ғой, тыныш жүргендерің өздеріне жақсы. Енді мына қатынның көзін құртамыз. Сәл есін жисын, дене мүшелерін бөлшектеп сатамыз. Бұл сол жазаға лайықты. Бұл сөздерді тек дуана кемпір құптады. Басшымыз қандай әділ еді. Бұл қатынға дұрыс жаза берілді. Менің де қосарым бар. Қасыма келіп құлағыма сыбырлады: сенің қалай бұл жерден кететініңді білмеймін, бірақ мен сені қарғаймын. Өмірде тірі жүрсең де бақытсыз бол. Сені сүйген, жақсы көрген жандар өлім құшсын. Менің қарғысым осы, деп бетіме түкіріп жіберді. Одан әрі қарай есімде жоқ. Есімді жиғанда қараңғы жер төледе жатырмын. Тұла бойым ауырып, орнымнан тұру мүмкін емес. Неше күн жатқаным белгісіз. Бұламық бірдеңе әкеліп берді. Менде мүлдем тәбет жоқ. Сәбиім есіме түссе, жер тепкілеп шынды адамша айқайлап жылаймын. Өлгім келеді. Ботамның қасына барғым келеді. Онсыз өмір сүре алмаймын. Күні бойы көшеде қайыр тілеп, кешке аш болып шаршасам да, таң атқанша бөбегімнің кішкентай алақанын ұстап, есін құшырлана иіскеуші едім. Сол бір кішкентай бақытымды мына айуандар көп көрді.
Бірде есімді жисам, бірде есімнен айырылған жынды болдым. Біз сияқты көше қайыршысы, саны да сапасы жоқ, есік алдындағы ит құрлы жоқ, әйтеуір жаны бар, елеусіз жүрген тобырмыз. Жоғарыдағылардың өзі полициямен байланысы бар, әйтпесе біздің тобырды тексерсе, қаншама қылмыстың беті ашылар еді. Қу дүние, мен көк қағазға қызыққан пенделердің кесірінен біз сияқты бейшаралар азабын тартамыз, тартып келеміз де. Түн. Такси дегендерді әрең тоқтатып, автовокзалға келдік. Пойызбен қашу үшін жеке төлқұжат керек. Ол бізде жоқ. Бар да шығар, бірақ оны көрген емеспін. Қасымдағы қыздан сұрап қоямын. Біз қайда барамыз? Ол оң қолымен аузымды басып, тыныш, ештеңе деме, барғасын көресің, деп автобуста ұйқыға кетті. Менің ұйқым қанық. Ол қызды тағы оятып алып, бөбегімнің бейітіне апаратынына көз жеткізгім келді. Бірақ ол қыздың қатты шаршағаны көрініп тұр. Қорылға салып ұйықтап жатыр. Мен де көзімді жұмып ұйықтауға тырысып жатырмын. Ұйқым келмейді. Автобустың терезесіне қарап келемін. Санамды неше түрлі ойлар жаулап алған. Түнгі аспанды анаға теңеп, жарқыраған жұлдыздарды оның балаларына теңеп, аспанда балаларын құшағына алған. Осыдан таң атсыншы, мен де балапанымды құшағыма алып, мәңгілік қара жерде бірге боламыз, деп көз ілгім келді. Бірақ автобус ішіндегі адамдардың қыбыр-сыбыры, жөтелі, тағы басқа әрекеттері ұйқымды қашырды. Мен армандаған таңды атты. Әлі жолда келеміз. Бір дәмханаға тоқтап, жүрек жалғап алғандай болдық. Қасымдағы қыздан кешегі әңгімені сұрадым. Ол болса, әпке, автобустан түсейік, сол кезде айтамын. Қазір айтқаным мен, бәрібір түсінбейсіз, өзім ертіп барамын, деп тағы да қисая ұйқыға кетті. Мен ол қыздың сөзіне сеніп, одан әрі ештеңе сұрамадым. Ол болса, мені алдаған екен. Өгей анамның ақылымен мені қашуға осылай ғана көндіргенін кейін жорамалдап білдім. Әйтпесе, бұл қайыршы қыз көшемен тарқабастан шықпайтынын сол кезде білсемші, бәлкім, Алла маған өлуді жазбады. Қаншама өлген балаларды қай жерге көмгенін бұл қыз көрмек түгілі түсіне де кіріп шықпайтынын сол кезде ойламадым. Тек қызымның өлі денесін құшуды ғана ойлаған, менде басқа ой қайдан болсын. Басқа қалаға түс ауа жеттік. Үлкен мешіттің қасындағы аялдамадан түсіп қалдық. Мешіт Алланың үйі емес пе? Қасымдағы қыз. Мен қазір бір жерге барып келемін. Осы мешіттің алдында мені күт. Тез келемін, деп тайып тұрды. Мен ақымақ сол қызға сеніп күтіп отыра беріппін. Қолымдағы ақшаны-ау. Айтқандай көп ақша емес. Қарын тойдыруға жетеді. Мешіттің алдына қайыр сұрауға болмайды. Ол жердің өз қайыршылары бар. Егер сол нәрсені жасайтын болсам, мені былай шығарып, быт-шытымды шығарады. Әлгі қызды күте-күте көзім талды. Кеш батып, даланың қараңғылық басты. Әйтсе де, Алланың үйі жарқырап, нұрын төгіп тұр. Ондағы оқылатын уағыздар қандай жағымды еді. Мені әйтеуір тартып барады. Құлаққа жағымды. Кәдімгідей уағызды естіген сайын, ішімдегі дертімді ұмытқандай боламын. Түн болды. Күтуден шаршаған мен аялдамадағы орындыққа қисая жата кеттім. Адамдар ары-бері өтіп жатыр. Адамдар арасында маған көз түскен бір имам. Қызым, көшеде жатуға болмайды. Жүре ғой, мешіттен бір орын табылар, деді. Қуанып кеткен мен орнымнан тұрып, имамның артынан үнсіз ере бердім. Бір әйелге мені айтып жатты. Ол әйелдің жасы 50-ден асқан, егде тартқан көрініп тұр. Қасыма келіп, жылы жүзбен қарсы алып, ас суын ұсынып, қамқорлық көрсетті. Бұл әлемде мейірімділік бар екеніне сонда көзім жеткендей. Өз-өзіме келген соң, ол мейірімді әйел менің жағдайымды сұрады. Мен бүкпесіз барлық сырымды баяндап бердім. Менің жағдайым жанына қатты батқан болуы керек. Мені өз қызындай көріп, үйіне әкелді. Алғаш рет үйдің қандай екенін көрдім. Отбасындағы адамдардың бәрі мейірімді. Әлде маған солай көрінді ме екен? Содан кейін мен сол үйде тұрсам да, күнде кешке дейін мешіттің аялдамасында әлгі қызды күтумен бір ай уақыт өтті. Мені үйіне паналатқан апа. Қызым, ол сені алдаған болуы керек. Енді оны ұмытуға тырыс. Жаңа өмір баста. Сен менімен мешітте бірге жұмыс жасасаң қалай қарайсың? Деп аялдамада жылап отырған мені жұбатып, менің ойымды басқа жаққа бұрғысы келді. Солай мен имам мен мейірімді апаның көмегімен мешітте еден жуып, адал еңбекпен табыс таба бастадым.
әр жұма сайын уағыздарды тыңдап, жүректегі дертімнен айығып келемін. Бірте-бірте ойым мен санам өзгеріп, мен де өзгелер секілді адам қатарына қосылдым. Арада 5 жылдай уақыт өтті. Мен намаз оқитын дәрежеге жеттім. Адамның емес, Алланың құлы екенімді түсіндім. Бұрын бізге басшымыз айтатын: сендер менің құлымсыңдар, сендердің тағдырларың менің қолымда деуші еді. Сол кезде бәріміз карайуанға сенуші едік. Бар ойым мен санамды Алла куә, намаз бен уағыздар өзгертті. Алланың жолында жүрген маған намаз оқитын ер адам жолығып, онымен отау құрдым. Мені күйеуімнің туыстары біраз уақытқа дейін қабылдамай жүрді. Өйткені менің тегім жоқ, қандай ұлт, рудан екенімді білмейтін бейбақ едім. Сондай сынақтардан сүрінбей өте білдім. Алла қосқан адал жарым үнемі қорғап, қолдап жүрді. Сондай сәтте таң қалатын едім. Күйеуімнің анасы шынымен туған анасы екен деп. Қаншалықты анасының ойы жаман болса да, ұлының ойы, мінезі тым басқа. Енемді жамандамаймын. Алдында ер мінезі күйеуімді дүниеге әкелгеніне мың алғыс. Сол үшін оның алдында бас иемін. Енемнің ойы жаман дегенім әрине мен туралы. Бәлкім енемдікі де дұрыс шығар. Қай ана үйленбеген жалғыз ұлына тексіз жетім қызды жар еткенін қалайды. Сондықтан 2 жыл біраз түсінбеушілік болды. Күні-түні тілеген дұғаларымның арқасында ұл бала босандым. Сондағы қуаныштан көз жасымды тоқтата алмай жылағаным-ай. Шетінеген қызым есіме түсіп жылай бердім. Қанша жерден сол бір бейкүнә періштемді жұмыр жүрегім ұмытыла алмады. Немерелі болған енемнің ашуы тарап, маған көз қарасы өзгергендей. Негізі қателік менде еді. Күйеуіме бұрын қайыршы болғанымды айтуға батылым жетпеді. Тек жетім екенімді, үлкен кісіден қорлық көргенімді ғана айтып едім. Шындығымды басында ашып айтпаған кінә өзімнен екен. Немерелі болған енем бірте-бірте өзіне жақын тартып, көп ұзамай сырлас құрбы, әрі өз анамдай болып кетті. Бірде өткен өмірімді қайырша болғанымды айтқанда: неге осы уақытқа дейін жасырып жүрдің бұл сырды? Қандай азапқа төзгенсің қызым-ау, деп құшағына алып мені жұбатты. Сол күннен соң мен ол үйдің келіні емес, қызы болдым. Аллаға сансыз шүкір етемін. Алтында ене, асылдың сынығындай күйеу сыйлаған Аллаға мадақ айтудан жалыққан емеспін. Жалықпаймын да. Бірде күйеуім маған: анаңды сағынбадың ба? Екеуміз Алматыға барып, анаңды осы жерге әкелейік, бәріміз бірге тұрамыз деді. Енем де ұлының сөзін қолдап, осы сөзді айтқалы жүр едім. Құдағиым үйге келсін, бірге немере бағамыз деді. Мына сөздерді естіген менің қуанышым көкке жеткендей болды. Ол кезде ұлым жасқа келіп қалған. Енем өзім қараймын деп алып қалды. Күйеуім екеуміз Алматыға жолға шықтық. Жолда неше түрлі ойлар келіп жатыр. Анам аман есен болса екен, ана жауыздар ештеңе істемесе екен деп Алладан сұраумен болдым. Өйткені менің бостандығыма өгей анамның қатысы бар екені белгілі. Алматыға жетіп, бұрынғы қайыр тілеген орныма барып, көзіммен анамды іздеймін. Таныс ешкім жоқ. Бәрі өзгерген. Алматыда қонақ үйде күйеуім екеуміз 5 күндей жатып, қайыр сұрайтын орындарға барып сұрастырдым. Олардың бір ғана жауабы бар: танымаймын, білмеймін дегеннен артық сөз айтпады. Мен Сыйған анамды қанша жыл өткен соң іздеп тұрмын. Сондықтан болар еш жерден таппадым. Тіпті тобырдан танитын қыздар да жоқ. Орын ауыстырған-ау. Шамасы, әйтпесе біреу болса да кездесуі керек еді. Көңіл күйім түсіп, өз қалама қайтуға мәжбүрмін. Сыйған анамның амандығын мәңгіге тілеймін. Жүрегім тірі екенін сезеді. Кезінде маған қарғыс айтқан дуананы айта кетейін. Қазір өмірде бар ма, жоқ па білмеймін. Бәлкім қарғысы өзіне тиген болар. Қаншама сәбидің өлімі ол дуананы тыныш өмір сүргізе қоймас. Сол дуана жаңа туған сәбилерге есірткі дайындайтын бейкүнә періштелердің өлімін мойнына жүктеген жанның қарғысы келмеді. Келмей-ақ қойсын. Ол дуана мен сияқты қыздарды алдап, құл ретінде ұстайтынына енді көзім жетті. Видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, достарыңызбен бөлісе кетіңіз.